Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, біріншілер қатарында болып зейнеткерлер турасында жаңалықтарды білгіңіз келсе, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып каналымыздың дамуына өз үлесіңізді қоса кетуіңізді ұмытпаң. Әрбір лайкыңызға Алланың нұры жаусын. Ал онда біз бастадық. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі міндетін атқарушы зейнетақы жүйесін 1 шілдеден не өзгеретінін айтты. Жаңа әлеуметтік кодекстің жобасы мемлекет басшысының қарауына ұсынылған. 1 шілдеден бастап мемлекет күшіне енеді. Ведомствоның қаралуы негізінде зейнетақы 3 ұрпақты қамти алады. Құжатта зейнетақының артуы қарастырылған. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап болашақ зейнеткерлер үшін жұмыс берушілердің қосымша зейнетақы жарналары талап етілуі енгізілген. 1998 жылға дейін 1990 жылға кейін шыққан зейнеткерлер зейнетақысының негізгі бөлігі мемлекеттен, ал болашақ зейнеткерлердің жинақталған зейнетақы сомасынан жинақтаушы зейнетақыдан алатын болады. Кейінгі еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі міндетін атқарушы Назгүл Садықова. Сонымен қатар кодекс нормаларын инвесторлардың өз келімінде басқару міндетін береді. Азаматтар белгіленген шектік соманы бизнеске не болмаса белгілі тұрғын үй сатып алуға жұмсай алады. Салымшылар алғаннан кейінгі қалған зейнетақы сомасының немесе жинақталған зейнетақының 50%-ын жеке басқаруға бере алады. Бұл ретте жинақталған зейнетақы тек қана ұлттық банк жинағынан ғана болатынын атап өткен жөн, деп қосты спикер. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.